Баршаңызға сәлем. Бүгін Фетрадан осындай дорба жасауды көрсетемін. Видеоны бастамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып және де пікір қалдыруыңызды сұраймын. Бізге ақ және қызыл түсті фетр қажет. Видеода көрсетілгендей шеңбер қылып ақ және қызыл түсті фетрны қибаламыз. Енді шеңбердің ұзындығында етіп жиегін қиямыз. Бұл жерде менде биіктігі 25 см, 20 см етіп алсаңыздар әдемі болады. Міне мен осылай дорбамыздың астын және де жиегін дайындап алдым. Ендігі кезекте ою салу. Менде осындай көптеген оюлардың трафареттері бар. Егер де осындай кәсіппен айналысқыңыз келсе, сіздер де өзіңізге ұнайтын әртүрлі көлемде оюларды шығарып қойыңыздар. Міне мен оюды таңдадым. Енді осыны бастыру үшін бізге көмекке осындай бастырғыш қағаз келеді. Бастырмас бұрын ойымызды дайындап аламыз. Ол үшін материалдың ұзындығы және биіктігіне байланысты ара қашықтығын есептеп аламыз. Енді қағазды алып оюды бастыруды бастаймын. Дәл осылай кез келген матаға да өткізуге болады. Бірақ фетраға бастыру үшін қарандашты қаттырақ басып саламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, ұзындығына байланысты ара қашықтығын бірдей қылып, мен 3 оюды бастырып алдым. Мен күйдіргіш құрылғымды дайындап қойдым қыздырып. Ендігі кезекте құрылғы арқылы ойымды әдемі етіп ойып аламын. Мен бастапқы дайындап алған 3 оюымды ойып алдым. Және де мұнда мен тақта бір ою қостым. Сіздер өздеріңіз қалауларыңыз бойынша ою немесе басқа да бір өрнекті қоссаңыздар болады. Және де мен әдемілік үшін жоғарғы жағын тақта осылай етіп қиып алып тастаймын. Өздеріңіз көріп тұрғандай, қызыл және ақ түсті фетра бір-біріне өте үйлесіп әдемі болып тұр. Сонымен қатар сіздерге көрсетіп өтейін, құрылғымен жасаған жағымыз ішіне қарап тұрады. Сондықтан бастапқыда қолдарыңыз үйреніспей, шамалы қисық кеткенде болып жатса, уайымдамаңыздар, ол сырт жағына көрінбейді. Және де осылай ыстық желіммен қызыл және ақ фетраны бір-біріне беттестіріп жабыстырамыз. Ойымызды өте тиянақты қылып, клейіміз шығып кетпейтіндей етіп жабыстырамыз. Енді ақ шеңберімізді дайын болған жиегімізге осылай тігеміз. Мен түйме тігіс арқылы әдемі етіп тігіп алдым. Келесі кезекте қызыл шеңберді тікпей ақ дәл осылай етіп жақсылап желіммен жабыстырып алсаңыз болады. Жиегі және де астыңғы бөлігі беттесіп тұрған жерімізді әдемі етіп осындай тесмамен жауып қоямыз. Мұнда мен екі фетраның беттескен жерін осындай әдемі тас тәрізді тесмамен жауып әсемдеудемін. Және де әсемдік үшін ішкі бөлігіне де тесма салдым. Сонан соң осындай жарты моншақтарымен немесе өзіңізге ұнайтын кез келген моншақтармен
дорбаға сан келтірсеңіз болады. Міне осымен менің дорбам дайын болды. Сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, подписка жасап, және де пікір қалдырып кетіңіздер. Көңіл бөліп тыңдағандарыңызға рахмет. Алдағы уақытта бұдан да қызықты видеолар болады. Арнамнан алыстамаңыздар.